Жусан гуманитарлық операциясы жүзеге асырылғалы 5 жылға таяды. Бастапқыда қарулы қақтығыс аймағынан жеткізілген жерлестерімізге үрке қарағандар көп еді. Қазір күдік сейілген. Келіншектердің 95%-ы зайырлы қоғам құндылықтарын қабылдады. Солардың бірі Гүлжамал Құлжабекова. Гүлжамал бала қауіпсіздігіне келгенде шылбырды бос қоймайды. Қараусыз қалған бала қылмысқа үйір келет, не өзгелердің ықпалымен тура жолдан таятынын жақсы білет. Сабақтан бос уақытта ұлдары футбол ойнайды, жалғыз қызы қолөнер үйірмесіне барады. Мемлекеттің көмегімен балаларымыз репетиторский жалдап оқыту мәселелеріне көмектесті. Қазіргі білімін жақсы деп айта аламын, өйткені көп көмектесті. 3 балада орыс сыныбында оқып отыр. Ең алғаш балалар келген кезде мектепке біраз ортаға бейімделуінде түсініспеушіліктер, біраз кикілжің мәселелер кездесті. Одан кейін бірақта мұғалімдердің тарапынан жұмыс қатты жасалды бұл балалармен. Тәрбие бөлімімен бірлесіп, қазір бұл балалар сабақтарын алып кет, қосымша үйірмелерге тартылды. Гүлжамал Қызылорданың тумасы, шығыстың келіні. Халықаралық террорлық топ Шам жерінде шатақ шығарғанда жолдасы екеуі елден кетті. Жұмақты жырақтан іздеген отағасы опат болды. Өзі балаларымен азып-тозып қаңғып қалды. Тозақтан әзер құтылған ол, жастар бейбіт күннің қадірін білмей жүр деп күйінеді. Айтуынша жалған ұран діни сауаты жоқ топты оңай арбайды. Күмәнді дүрмекке әсіресе маргинал жастар тез ұрынады. Тұмшалаудан басталатын деструктивті діни ағымның жауыздығы қан төгіске ұласады. Жас қыздарға айтарым, қара киім киіп, беттерін тұмшалап алғандары дұрыс емес. Себебі қазақтың дәстүрінде қазақтың қыздарын беттерін бүркемеген, мына қазақтың дәстүріне сай киініп жүргендерін қалаймын. Қара киім киіп, беттерін тұмшалап алған ол дұрыс емес. Себебі бұл арабтың дәстүрлік киімдері болып саналады. 43 жастағы келіншек есін елде жиды. Жаңа мамандықты меңгерді, еңбек етіп, еңсесін тіктеді. Қазір тәтті мол деген тағы да бір үлкен кондитерлік цехымыз бар, сол жерде жұмыс істеп жатыр. Корпоративтік мерекелеріне қатысып жүреді. Ол жерде және ән айтады, билейді. Облыс орталығынан, Астанадан теологтар келіп, ол кісімен жеке жұмыстар жүргізді. Ханафи мәзһабын оқыды. Сол мәзһабтың енді біздің жәнегі бәленбай ғасыр қазақ елі үшін сол салт дәстүрмен бірге ұштасып келе жатқанын бәрін түсінді. Қоғамға толық бейімделді. Надандық күллі дүниедегі жамандықтың бастауы. Білімсіздік, енжарлық, фанатизм сол надандықтан тарайды. Сала мамандары бұл дерттің емі бар дейді. Ол дұрыс ниет және білім. Менің өмірімде қателіктер болды. Қазіргі жастарға айтарым, басқа ағымдарға ермеңіздер. Діни білімді интернеттен емес, имамдардан және теологтардан алғаны дұрыс. Гүлжамал қазір көп сұрақтың жауабын интернеттен іздемейді. Мешітке келетін болған. Жамандықтан жиреніп, жақсылықты үйреніп жүр. Қоғамды бөлшектеп, бірлікті бұзып, мейірімнен бездірген радикалды идеология екенін жадына мықты түйді.